Аяқ неліктен қақсайды? Аяқтың қақсауы денсаулықтағы әр түрлі мәселелердің белгісі болуы мүмкін. Оның ең жиі кездесетін себептері: 1. Физикалық жүктеме, шамадан тыс қозғалыс, немесе ұзақ уақыт тұру салдарынан бұлшық еттер шаршайды. 2. Қан айналымының бұзылуы, варикоз, тромбоз, немесе қан айналымының баяулауы аяқтың қақсауына әкеледі. 3. Травмалар мен жарақаттар, бұған сүйек немесе буын жарақаттары кіреді. 4. Дәрумен тапшылығы, кальций, магний немесе дәруменнің жетіспеушілігі. 5. Созылмалы аурулар, артрит, остеопороз, қант диабеті сияқты аурулар да аяқтың ауырсынуына себеп болады. Үй жағдайында аяқ қақсауын емдеу жолдары: 1. Жылыту немесе суық компресс. Егер ауырсыну жаңа жарақат салдарынан болса, суық компресс қолдану керек. Бұл сінуді азайтады. Бұлшық еттер шаршағанда жылы компресс немесе жылы ванна көмектеседі. 2. Демалу және аяқтың дұрыс орналасуы. Аяқты жоғары көтеріп 15-20 минут демалыңыз. Бұл қан айналымын жақсартады. 3. Массаж және жаттығу. Жеңіл массаж қан айналымын жақсартып, ауырсынуды азайтады. Қарапайым созылу жаттығуларын жасап тұрыңыз. 4. Тұзды ванна. 2 литр жылы суға 2-3 ас қасық теңіз тұзын қосып, аяқтарыңызды 15-20 минут ұстаңыз. Бұл шаршауды жеңілдетеді. 5. Дәрумендер мен дұрыс тамақтану. Рационыңызға сүт өнімдері, жаңғақтар, балық сияқты кальций мен магнийге бай тағамдарды қосыңыз. 6. Дәріханалық майлар мен кремдер. Жергілікті қолдануға арналған ауырсынуды басатын кремдерді пайдалануға болады. Маңызды ескерту: егер ауырсыну ұзақ уақыт бойы басылмаса, немесе күшейсе, дәрігерге жүгініңіз. Бұл денсаулығыңызда күрделі мәселенің белгісі болуы мүмкін.